Армысыздар қадірменді көрермендер, қадірменді біздің инста оқырмандар. Әдеттегідей жұманың қасиетті жұма күні біз тағы да тікелей эфирге шығып отырмыз. Барлықтарыңызға қайырлы таң дейміз дағы. Бүгінгі қонағымызбен таныстырып өтейін. Бүгін бізде қонақта ИНУ журналистика және филология кафедрасының профессоры, филология ғылымдарының докторы Иманбаева Ғайша Ертайқызымен сұхбат болғалы отыр. Қош келдіңіз. Қош келдік. Жалпы мына бірден сұхбатымызды бастай кетейік. Осы сізді көптеген мемлекеттерде болды деп жатады. Мына ғылым саласы жөнінен түрлі жерлерге барып, түрлі жерлерді көріп, жалпы ол жақтағы тіл ахуалы қандай? Соны сұрағымыз келіп отыр. Енді құрметті қауым, енді расында да тіл мәселесі қазір енді жақсы былай сондай өзінің бір бағытымен келе жатыр. Себебі әлемдік ұстаным деген бар. Әлемдік ұстаным бойынша қайткенде ана тілі, кез келген азаматтың ана тілі ол бүкіл білімнің қазығы. Осы ұстаным әлемдік ұстаным. Содан кейін кез келген шетел мемлекеті болсын, өте ерекше дамыған елдерде мемлекеттік тілді білмеу деген мәселе жоқ. Негізі ол әлемдік ұстаным. Сол себептен бізде қазір өзіміздің еліміз әлемге мынадай сондай қазір қарым-қатынасқа шығып жатқан кезде сәтте осы жағында біз игеруіміз керек. Енді өз басым 2014 жылы, 2013 жылы грант иегері болған, мен ең үздік оқытушы, жоғарғы оқу орнының ең үздік оқытушы деген гранттық иегері болғандықтан, осының қаражаттың арқасында сондай 2014 жылы мен өз басым Польша мемлекетіне сапармен барған кезім болды. Польша мемлекетіндегі Познан қаласында белгілі ғалым, әлемге танымал Хенрих Пенковскийдің өзінің енді қайткенде үлкен университеттің енді басқармасында профессор, қазақ тілін жетік біледі. Сол кісінің өзінің бірлестігі бар, сол жерде ұжымы бар. Содан кейін сол Познанның, ол енді Адам Мицкевич атындағы университетте қазақ тілі мен әдебиеті деген мамандықтың оқытатын негізі бөлімі бар қазақ тілінде. Сонда өз тарапынан енді мен де дайындық жасадым, себебі Польшаға барғандықтан енді қайткенде ойладым, бір айдай, бір ай емес, бір жылдың көлемінде әр ай сайын ағылшын тілін меңгеруге тырыстым. Сосын сол кісіге баруға өте құштар болдым, себебі ол кісі бірінші рет өзінің сұхбат бергенді көргем, өте сонда 7 қазақ тілін меңгерген басқа ұлттың адамы, шетел мемлекеттің адамы. Өте құштар болдым сол кісімен кездесуге. Сосын ол кісіге мен хат жаздым. Хат жазғанда сол кезде ол кезде латын шыққан жоқ. Мен енді ең әуел байланысқа шықтым телефон арқылы, сосын айттым, мырза, дедім, I don't speak English, I speak Kazakh language дегенде ол кісі айтты, қиналмаңыз, мен қазақ тілін білемін деді. Сонда мен өте керемет соны таң қалдым, ол кісі ағылшыныңызды нетпей ақ қойыңыз, қазақша сөйлей беріңіз деп. Сосын ол кісімен сол бәрі өзімнің сондай құштарлығымды баруға, сондай сапарым баруға, ол кісі айтты маған, не жазыңыз енді кәдімгідей өзіңіздің енді мақсатыңызды, бағытыңызды, қандай жұмыс атқармақшы, сізге қандай жағдайды жасауыңыз керек, ол кісі қарсыласқан жоқ. Сосын айтты, бірақ осының бәрін де қазақша жазасыз, латын әріпімен енді маған жібересіз. Сонда мен ол кезде латын кестесі шыққан жоқ. Мен енді ағылшын, неміс тілінің недерімен, әріптерімен ол кісіге қазақша жазған өзінің ұсынысымды енді солай латынша жібердім. Ол кісі маған керісінше латынша жауап берді. Міне осындай, сол 2014 кезінде сол латынға деген осындай біз бетбұрыс болды сол кезде, өз тарапынан, өз басынан. Қазір қайта осы бір кесте тұр ғой, өте бір таңбалық. Ол кезде ондай таңбалық кесте болған жоқ, 2014-де. Бірақ та енді шамам келгенше қазақ дыбыстарын латынның енді ағылшынмен енді неміс тілі латында тұр ғой, солардың әріптерімен сол кезде жеткіздім, ол кісі түсінді. Сонда мен бір таңғалған жайтым, ерекше іс-сапарымен іске асып,
кездесу болды, студенттермен, қазақ тілі мен әдебиетін меңгеріп жатқан студенттермен кездесу болды, оқытушылармен. Олар енді өзіме ерекше, өзім сол кезде сезгенім, түркі тілдес халықтардың ішінен қазақ тілі олар өте құштар екен меңгеруге. Себебі біздің елшілікке, біздің мемлекетімізге, біздің салт дәстүрімізге өте қызыға сол кезде өздері сондай бағыт алған екен. Соны байқадым. Сосын олар менен сұрады, сіз осы біз меңгеріп жатқан тілдің егерісіз, осы басынан аяғына дейін қазақша сөйлей беріңіз, біз сізді тыңдап деп, олар кәдімгідей құлақтандырған құралдарын алып, планшет, өте сондай өзім сол жерде ерекше сезіндім. Солардың сондай бізге құштарлығын, біздің тілімізге сондай өздерінің қызығушылықтарын байқадым. Сосын олардың сосын мен сабақтарында болғанда расында да олардың ана тілі поляк тілі ғой. Ол жерде мысалы бізде бірнеше сөздерді байқадым. Бізде аптека болса оларда аптека, добже, добре деп хорошо деген сөздерін енді мен кішкене меңгеруге тырыстым. Солармен сөйлескенде енді арасын келтіріп. Сонда олардың бір байқағаным енді өте сондай тіл оңай емес деп қайткенменде аглютинация тіл ғой, жалғамалы тіл деп саналады қазақ тілі. Сонда олардың енді поляк тілін өз ана тілін жақсы білгендіктен осы мына түркі тілінен ағылшын тілін ол да үшінші тіл ішінен қазақ тілін таңдап алып соны меңгеруге тырысқан. Сосын жақсы жетістіктер әжептәуір мына қарапайым сөздерге сол кезде игеріп қалған байқадым. Игеріп қалған. Сосын оларда мен бірнеше құралдарды қолданып отырғанның өзінде түпнұсқа кітапханада расында да орын жоқ. Олар біздің оқулықтарды сол жерде Бақытжан Хасанов Талғат Сайрабаевтың шыққан қазақ тілі мәселелері деген үлкен ғылыми еңбектер көрдім. Ахмет Байтұрсыновтың да. Сонда олар айтады, осының бәрі бізде жинап, осы кітапханада өздері үлкен бөлімше бар қазақ тілі мен әдебиетіне арналған. Сонда Хенрих Фенковскийдің өзінен де сұрадым, сіз қазақ тілін жақсы меңгердіңіз, қалай меңгердіңіз? Ол айтады, мен ешқандай себебі ана тілін білгендіктен, поляк тілін құрылымын біледі, құрылым арқылы, ол үлкен еңбек енгеннің арқасы, сосын ешқандай мұғалімнен жалдаған жоқпын дейді, кітаптар арқылы, сосын өзіндік сондай ерекше, сондай берілгендік тілде болған, соның арқасында алып шыққан өзім. Енді таң алғаным енді біздің үндесу дыбыстарын ерекше сол кез ол кісі жақсы енді ешқандай былай енді айталық акцент деген болады, бірақ ол енді бірақ дұрыс айтатындығы, құрылымын дұрыс қою, мен де өзім таң қалдым. Сосын оларды енді өте сондай жаттығулар, негізі әлемдік ұстанымда 7 жолы бар ғой. Олар тыңдалым, тыңдап, содан кейін елікте, сосын ғой мен айтып жатқаны олар, сіз сөйлеңіз, сіз осы тілде, сіз осы тілдің егері болғанда, біз сізді тыңдап алайық деп, жазып алайық, қалай айту нақышын. Содан кейін тыңдалым, содан кейін қарсылық қылмақ, ол құштарлық. Міне 3 жолы, сосын 4-ші жолы оқы, кітаптарды алып оқиды, сосын қайталайды, өте еңбекқор студенттер, оған түсу үшін расында әжептәуір сондай неден өтеді, сыннан өтеді олар. Сосын сессия сайын тапсыруға тырысады, бір рет тағы да мүмкіншілік береді, содан кейін тізімін алып тастайды. Олар өте қатаң, мемлекеттік университет болғандықтан, Адам Мицкевич атындағы өте қатаң қадағалау. Оны студенттер жақсы түсінеді. Ешкім студентті былай жетектеп, күштеу деген жоқ. Өз ынтасымен. Сосын қызығушылық арту, содан кейін оқы, қайтала, содан кейін ойла. Ойлауға тырысады. Ойла, енді адам ойлағанда тілдің меңгергеннің бір сатысы болады. Сосын босатпа. Сабақты оларды босату деген тек қана бір ерекше сондай денсаулығына байланысты бір себеп болмаса, былай босату деген онда мүлдем ондай ұғымда жоқ. Сабақты босату деген. Сосын мен олар сол студенттердің енді бір жаға мәдениеттілігі, білімге деген сондай ерекше құштарлық, білімсіз күнің жоқ деген сондай ұстаным. Ертең олар айтады, бізде жалқау адамдарды ешкімде жұмыс қалмайды деген сондай қатаң. Мәдениеттер қарым-қатынас, кітапханада болсын,
сізді жақсы қарсы алады, сондай мәдениеттікпен. Студенттер келгенде андай у-шу азан-қазан жоқ. Олар біледі, осы мекемеге келдік, тыныштық сақтау, қайткенде сізден сондай меңгеру, қоршауды меңгеру. Көрдіңіз бе? Асханада да болдық, асханада да сондай андай шулау деген жоқ, жай ақырын ғана өздері десе былай не етеді де, себебі ана жақта адамдар отыр ғой, сондай ерекше мәдениеттік сол жерде мен өзім шіркін қандай керемет деп өзім сондықтан сол жерде жақсы әсер алдым я осы. Сол себептен біздің де мына олар айтып қандай керемет тіл, қандай бізде қызығады, тыңдаймыз сіздердің өлеңдеріңізді, әртүрлі даналық сөздерді, қалай кейбіреулер біз түсінбейміз дейді. Неге өз ұлттың азаматтары кішкене өгештіп жүр дейді тілдеріңізді деген сол сұрақ қойған кез болды. Мен айттым, енді оған қазір көп жұмыстар атқарылып жатыр. Расында да шыны керек қазір міне жас аналардың мойнында қайткенмен міне ана тілін, олар әлемдік ұстаным болғандықтан ана тілінде 3 жасқа дейін бала тыңдау керек. Бір қарапайым ұйықташы бөпешім, әлде өлеңін, бір кішкене шағын бір ертегілер айтса қазақ тілінде. Ана айтады ғой, бала туғанда ең бірінші анасын көреді. Сосын рухани тәрбие анадан шығады. Әкесін 3 күннен кейін таниды. Бір сәттен қайткенмен сол себептен өте үлкен жүктеме аналарға, жас аналарға қазір таңда. Қазақтың өзінде де ана тілі қазақ тілінің өзінде де ана тілі. Сол себептен сосын өз балушан ойлаған ана ертең ол баласы қиналмайды. Егер де 3 жасқа дейін сіз босатып алсаңыз осындай сәтті, ертең оған 18-ге келгенде ол үлкен дәрежеде болғанда қиынға түседі, ол сөйлеуге соны ойлауыңыз керек деп ойлаймын бүкіл аналарға. Қазір ұрпақтың несі ғой, өздерінің жоспарларын тұрған аналарға сондай қайткенде айтады, құлақтарын алдын сырға дейді ғой қазақтар. Міне осы жағы. Содан кейін кез келген мекемелерде мен байқадым, бәрі осы ненің өзінде мысалы мен артика деген сөзді жай ғана латынмен, ол кезде мен оларды латын қойын Польшада, тек қана бір немен ешқандай аударма жоқ. Кез келген танымал, мен сол сөзін білдім, артика деген аптека көрініп тұр, оны керек емес, басқа тілге аударып. Сол себептен ол да қаражаттың үнемдеушілікті керек қайткенменде. Бәрін аударуға керек емес, ең басты керекті қажетті. Сосын латынды, қазір латын кішкене біраз тоқтам болып тұр ғой, бірақ әлі де ол қазір нетіп жатыр, талқылау үстінде. Латынды жетік меңгере, тек қана қазақ тілін жетік білген адам. Соны да білу керек. Латынды қошу үшін ол адам қазақ тілін жетік білу, сондай өзінің несімен. Ең қажетті. Сосын теориялық жағына бір жағына қарағанда, енді былай қарағанда, бүкіл біздің саламыз, тіл білімі саласы зерттелген, толық зерттелген. Бірақ енді қазір салғастырмала жақта жұмыстар енді жүргізіліп жатыр. Енді сол себепті бізге тек қазір тәжірибені күшейту керек. Тіл өзінің функционалдық қызмет қарым-қатынастық құралы ғой енді. Соны атқару керек. Одан енді оны атқаруға біздің бір жағынан өзіміз осыны қазақ ұлтты адамдар, азаматшылығы осыны өздеріміз жасауымыз керек. Мен байқағаным, басқа ұлттар, шетелдің недерді құшса біздің тілімізге. Сосын бір кездерде сол гранттың арқасында Түркияда да болды. Онда да қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бар. Онда да Хаятибиді басқарып отыр. Ректордың бірінші проректор сол. Сонда олар да біздің тілімізге де көптеген сондай мәліметтерді алып, аудармалары бар. Сабит Мұқановтың Ботагөз аудармасын көрдім мен түрік тіліне. Өте қызыға әлемдік деңгейде қазақ тіліне сондай қызығушылық. Сосын басқалықтарды мен өзім байқадым. Өзім енді өмірімде 2 адамды ғана орыс ұлтына Валентина Мельник үйреттім қазақ тіліне. Сосын бір сәуле деген келіншекті, ол енді медицина маманы, өз тілін кішкене өзі айтады, мен бекер өз тілін өгейсітіп, орысшаға басым болды, сомен жұмыс жасадым. Өзім жеке сондай бір жұмыстар болды. Енді айтып отқаным, Валентина Мельник, енді ол ұлты Украин,
айтады маған жұмысқа өте қажетті дейді. Өте қажетті маған осы тіл жұмысқа, сіз мені бір сабақты босатпай аяғында енді өзінің несін өтеп, бір ана формацияның бір несінде істейді екен. Сонда меңгеруге деп солай құштарлық болды. Яғни сіздің тәжірибеңізде тілді үйрету мәселесі болды? Иә, болды. Басқа ұлттың адамдары? Басқа ұлттың. Содан кейін бір кездерде, енді ол қазір айтайын, 2011 жылдары мына ұлттық банк, онда да екі топқа бөліп бір шақырғаны болды. Бірақ өзімнің бір кітабым бойынша қазақ тобы болды, осы біздің қаламыздың банкі, сосын орыс тобы болды. Сонда мен байқағаным, кішкене біздің қазақтардың нетіп жатқан кемшін бірақ кейбіреулері өз тілін кішкене өгейсітіп, менсінбеушілік бар, шыны керек. Ол бекер. Енді басқа екінші топқа болғанда, олар мені тіпті қашан осындай дыбыс жазылады, бәрі бүкіл жазып отырады. Біз кітабымды алып, осылай қашан деп сондай сұрақтар қойылып отырды. Сосын оларда тағы мынадай сол кезде ұстаным болды, қазір білмеймін енді. Егер де басқа ұлттың адамы жеті көзі тілді жазу, білу, сөйлеу жағын меңгеріп алса, қатарлас өзінің ана тілімен бірге, оларға үстеме 50% жалақысының несі болғанда. Сондай бір үстеме қосымша төлемақы. Сол үшін олар сол кезде мені тіпті көкпедей босатпай, сонда мен өзімді бір жағынан шыны керек, өз тіліңді нетіп тұрғанда сізде берілесіз, оларда да құштар, қызығушылық. Міне, сол себебі біздің қазақ өзіміздің ұлтымыздың азаматтарына өз тілімізге екенді бетбұрыс болу керек, сондай. Себебі ол әлемдік ұстаным. Көрдіңіз, ана тілі мен білмеген адам басқа мамандықтарды меңгеруге қиынға түседі. Көрдіңіз, ол қазығы. Ол енді әлемдік ұстаным, әлемдік деңгей. Мына жаңағы әлемдік ұстаным деп жатырмыз ғой. Мына ғылымда жалпы өзінің тіліне тектес тілдерді, мысалға түркі тілдестерге түркі тілдерін меңгерген жеңілге түседі дейді. Бірақ біздің Қазақстанымызда біз славян тілінде, түрік тілінде қатар алып жүрген бір ғажап бір эксперименталды мемлекет ретінде көрінеді екенбіз. Бірақ енді қазіргі таңда осы тіл үйрену жаңа польшаны айтып жатырсыз, қазақ тілін үйреніп жатыр деп. Осы біздің тілге деген қызығушылық қайдан туындап отыр екен оларда? Сұрап көрмедіңіз ба? Енді оларды көрдіңіз ғой, өздері мысалы Европаға жатқатын болған өздері славян тілінің несіне жатады ғой, қай тілі, поляк тілі, ол енді орыс тіліне жақын еді. Добре деген ой, добро, хорошо деген көрдіңіз ғой. Бірақ енді көрдіңіз ғой, шығыс қайткенмен де ол шығыс елі, енді біз енді түркі тілдес халықтардың тілдерін меңгеру, ол енді өздері сондай, себебі біз қазақ еліміздің сондай салт дәстүріне, ел жерін көруге, табиғатына, содан кейін ұлттық құндылықтарды, мұраларды жету үшін қайткенде олар сондай құштарлық артып отыр. Яғни біздің салт дәстүрге де қызығып отыр, біздің ғылымға, мәдениетімізге қызығушылық танытып. Өте тамаша. Осы қызығушылықты қалай өзіміздің мемлекетімізде арттырса болады? Енді бір жағынан жаңағы айтып кеткен ғой, енді қайткенде сондай тілге деген құштарлық енді бала кезден негізі болу керек, баланы жастан деген бар ғой. Қайткенде ұлттық сана сезімді ояту керек. Сондай ұлттық намыстық. Сосын ертең керектілік, қажеттілік. Енді ол қазір мемлекет тарапынан да шешіліп жатыр ғой, енді қажеттілік тілге дегенде. Қайткенде қазір енді келген азаматты жұмысқа қабылдаудың өзінде де қайткенде мемлекеттік тілін тесттен өту деген сондай ол дұрыс. Бірақ енді оны да тек қана өткізу емес, талқылау керек, талқылаудан өту, талқылау болу керек. Сондай сосын бір жағынан енді ол сіз түсіну керек, енді оны бір адам өзін түсіну керек, өзі кім екенін, өзін сенімді дейді ғой, санадан. Сосын мен өзі байқаған мына шетелде 3 жылға дейін алдын ала жоспарлайды. Міне мысалы үй салғанның өзінде Польшада олар қызыл топырақпен сеуіп қояды. Сонда адамдар жүргенде сол жерге жол салады, жүрмеген жерге гүл салады. Сонда көрдің адамдық адами факторды
олар да мен керек адам алға тартады екен. Осы да керек. Енді күштеп қазір жақта әртүрлі сондай шаралар өтіп жатыр. Соған қатыстыру керек, түсіндіру жұмыстары енді. Сосын өз тілін өгейтпейтіндей сондай бір жұмыстар енді нету керек. Енді қайткенмен осы ұлттық сана сезімді ояту керек. Олсыз болмайды. Ол енді о бастан болу керек. Жас кезінен сондай қалыптасу керек. Егер өзін қазақ деп санаса. Мына тіпті Қазақстанның басқа қалаларында да Павлодар жерінен келдім десең таңғала қарайды. Өйткені сендерде қазақша сөйлейтін адам бар ма деп бетіңе қарайды дағы. Шынымен де бір таңырқаушылық бар. Бірақ сол стереотиптерді құрта отырып, жаңа бір үлгісін көрсетіп, өзіміздің мәдениетімізбен жаңағы алға шығып жатқан көрнекті мәдениет өкілдері бар. Солардың өзі, мысалы Шахтимардан ағамыздың өзі мына Түркия еліне барып, Абайдың ескерткішінде болып деген сияқты сондай бір керемет әрекеттер жасап жатыр. Сол төңіректе жалпы басқа облыстарға Павлодардың қазақы қалай екендігін көрсету үшін не жасауға болады мысалға? Рас енді қайткенде мына біздің ата заңымыз бар ғой, 7-ші бапта бәріміз заңға сүйенеміз, заңды орындаймыз. 7-ші бапта мысалы қазақ тілі мен орыс тілі тең дәрежеде қолдану керек. Бізде өкінішке орай енді қазақ тілі аз дәрежеде қолданып тұр. Шыны керек. Оны ол жағын сол конституция бойынша бір жағына қарап тең дәрежеде дегенде 50%-дай екі жақ немесе бір кезде де 70%-ға дейін, себебі ол мемлекеттік тіл болғандықтан. Сол жағын ұмытпау керек. Кез келген отырған басқармалар конституцияны орындау керек. Тең дәрежедегі бар. Әйтпесе кей кезде бәрі кілең орыс тілінде өтеледі бар. Ол жағы кішкене заңда бұзушылыққа саналады. Ол бір, мен де ойлаймын. Содан кейін енді тіл егер қолданыста болмаса, оның осы жерде бірнеше ұсыныстар айтсақ та, білмеймін, енді олар енді іске асуға қиынға түседі. Қайткенде бір кезде өзіміздің бір үлкен ғалымымыз осы қазақ осы төңіректе 1992 жылы ашылды ғой қазақ тілі мен әдебиет мамандығы. Соны ашқан Ермек Өтебаев. Соғыстың арқасында бірнеше мамандар қайткенмен оқып шықты. Әйтпесе о баста енді кішкене қазақ тілі мен әдебиет мамандықтары аз болған кезі болды. Қазір енді расында жеткілікті. Себебі ол кезде кішкене біраз басқа мамандықтың адамдары қазақ болып, бірақ қазақ тілінің әдебиетінің әдістемесі ол мүлдем басқа. Орыс тілінің әдістемесінен тең деп айта алмаймыз. Оның өзіндік несі бар, астары бар. Себебі агглютинативтік тіл болғандықтан оның үндестік заңы, басты заңы, соның жағынан қарағанда үндесу деген, оның өзіндік нелері бар, заңдылықтары. Сол себептен мен айтып отырмын, осы жағын нету керек. Қолданыс аясын көбейту керек, кеңейту керек. Оны былай енді ешкімге міндеттеу де керек, бір жағынан түсіну керек адам баласы. Егер тіл естілмесе мүлдем, сол қоршауда, ол қалай ары дамиды? Соны да ойлау керек. Сосын өз еліңіздің, өз тіліңіздің, енді қайткенмен олар бір рәміздің бірі ғой тіл деген. Соны түсіну керек, кез келген азамат. Өзім ұлтым қазақ, қазақша мен білуім керек, қазақ тілін білуім керек. Ол енді олсыз ары қарай енді өзіңді кәдімгідей ары қарай өзіңді өсуің жетістікке жету үшін осы тілдің арқасында сондай жетістікке жететіндей деп сондай ой болу керек. Оны қазірден бастап жастарға түсіндіру жұмыстары болу керек. Егер де мен айтып жатқан жоқ, бәрі кілең, кейбіреулер өте құштар, бірнеше байқаулар қатысады. Біздің Инеуде бір кездерде Қабыш Абзалдың арқасында айтыстар да болады, жастар студенттерді айтыстар. Сонда көп біз аудитория жинап алатынбыз. Сосын Жадыра Саттарованың бір кезде байқауға қатысты, Инеу ауруы деген. Сонда да соның өзінде көп қатысып көріп, анда бәрі қазақша өтіп жататын шаралар.
сонда башқұрттардың өздері біздің өзіміз студенттер бәрі сол кезде сондай ерекше қызығушылық артатындар. Сондай жақсы қызық шараларды, сосын мына мультипликация жағын, ол туралы мен бір жобаға бір сараптама жаздым. Латынның өзі әр әрпін кинофильм ретінде балаға ұсыну керек. Оның өзінің дәрежесіне байланысты. Сонда анда бір өте тамаша бір проект болды, оған мен өзім пікірімді жаздым. Кирилл әрпімен латын әрпі кездесіп, сондай баланы қызықтырады. Сонда бала жалықпай орнына қойып, сосын бала ана жерде қате дейді, қате қойса, дұрыс деп, ой балақай, керемет деп, сондай жұмыстар. Бұл жерде қазір бүкіл технологияны бәрін, жетістіктер бәрін соған жүктеу керек. Жұмылдыру керек, видеоклиптердің өздері, сосын WhatsApp, недердің бәрін осыған келтіру керек. Тек қана тек айту емес, көріңіз ғой, айтпесе олай болмайды. Сосын жастардың сондай өзінің бір қызығатын бір недері болады ғой, өздеріне керекті сондай шаралар енді. Сонда да қазақ тілінің сондай бір байқау мен есімен недері әртүрлі форматта өткізуге болады. Осы заманға сай, жалықтырмайтындай, жеңілдік. Сосын мен айтып жатқаным ғой, Польшаның өзінде соны адами фактор деген осы міне. Көрдіңіз ғой, кей кезде біз оны меңгермейміз. Мысалы, үй салғанда, ана жерде мектеп тұрса, біз қоршақ қоямыз, мектепке бармасын деп, бала қайткенменде ол айналып өтпейді, ол әдемі фактор расында. Бір рет әжәлі өтер, екінші қайткенменде қабырғаны емес, қоршаған ағаштан алып тастап, өтәлі фильмде де көрдіңіз ғой, ана жерін өтіп кетеді. Көрдіңіз ғой, міне солай тілде де солай. Олар қайды, адамға ұсынады. Сонда топырақпен қалай жүргендер көреді. Көп адам жүрген жерге расында тас жол қойып, себебі олар бәрі психология бойынша солай жүреді. Ана жер гүлді баспайды. Себебі қандай оны баспай жүрген ыңғайлы, мына былай жүрген өзі ыңғайлы. Көрдіңіз ғой? Сондай адами факторлар да керек. Бірақ қазір жастарға сондай бір, олар қазір музыканы жақсы көреді. Музыканың өзінде де сондай бір жарай салыстырмалы салғастық кей кезде сондай байқаулар, әртүрлі фильмдер, сондай клиптер, қазір бәрі қолда ғой, техниканың солай қызықтыру керек деп отырмын мен. Жалпы сөзіңіздің жаны бар, көптеген қазақ мультфильмдерінің жалпы өзі пейзажының өзі қорқынышты шыны керек, суреттердің өзі қорқынышты, бала көргісіз. Ал егерде оны қазақшалап әдемілеп жасаған болса, шыны керек қазақы мультфильмдеріміз, кинофильмдеріміз шетелдіктерден артып тұрса, менің ойымша шынымен де қазақша сөйлейтін адамдар көбейеді, адам қатары көбейеді, қазақ тіліне деген қызығушылық көбейеді. Жалпы мына музыканы айтып өттіңіз, музыка шынымен де қазіргі жастардың бір қозғаушы күші. Қазақы әндердің көбісі тойшыл әндер болып кетті, ал ондай әндерді жастар тыңдағылар келмейді. Көбіне заманауи әндерді қазір мына тіпті Абай Құнанбайұлының әндерін қазір кавер нұсқасында жастар тыңдай алатындай қылып әдемілеп жасап өңдеп берген кездер болды. Қазір мысалға қай жастың өзінен сұрасаңыз, менің қатарластарымнан сұрасаңыз, олар Абайдың әнін басқаша орындап бере алады. Міне осындай бір керемет насихаттау үрдістерін жаңа өзіңіз де ұсынып жатырсыз. Бұны менің ойымша негізге алу керек. Жалпы шыны керек өзіңіз енді ғалым болғаннан кейін, ғылым жолында жүргеннен кейін осы көп дүниелерді байқайсыз, көптеген тұжырымдарды айттыңыз. Осы тікелей эфирде, бұл тікелей эфир міндетті түрде сақталатын болады. Бүгін көре алмаған өзіміздің көрермендеріміз болса, міндетті түрде қарап шығады деген үміттеміз. Жалпы өзіңізге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі сұхбатқа қатысып, өзіңіздің ойыңызбен бөліскеніңізге, сізді тыңдаудың өзі бір үлкен бізге бір ғанибет болды десе болады. Жалпы барша көрермендерге қазақ тілінің мәртебесін арттыра берсін дегім келеді. Және әр шаңыраққа зор денсаулық, мол бақыт, байлық, береке келе берсін дейді.